кәсіпкерлер палатасы ферма шаруашылығының 178 гектар жерін сақтап қалды. Атап айтар болсақ, Атамұра шаруа қожалығы 40-тан аса отбасы еңбек ететін кәсіпкерлік нысаны. Көптеген ауыл адам үшін негізгі табыс көзі. Алайда кәсіпкер өткен жылы қиын жағдайға тап болып, кәсіпкерлер палатасынан көмек сұраған болатын. Палата сарапшылар сотта кәсіпкер мүддесін жақтап, жер кодексінің 92-ші бабына сәйкес кәсіпкердің құқығын қорғап қалды. Нәтижесінде ферма өзінің 178 гектар жерін сақтап қала алды. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңға сәйкес, жеке кәсіпкерлер бірлестіктер және қауымдастық формасында заңды тұлғалар ұлттық кәсіпкерлер палатасында аккредиттеуден өте алады. Осы ретте Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы облыста салалық қауымдастықтар, сонымен қатар шағын, орта және ірі кәсіпкерлік өңірлік қауымдастықтарына қатысты аккредиттеу басталғанын хабарлайды. Қазақстан Республикасының кәсіпкер палатасының аккредитациясының өткізу туралы өзінің тиісті ережесі бар. Ол ережеге сәйкес қауымдастықтарымыз тиісті талаптарға сәйкес болу керек. Ол бірінші талап 3 жылдан кем жұмыс жасамау керек. Яғни қауымдастығымыз 2015 жылы тіркеліп, қазір құжатты тапсырса, ол талапқа сәйкес болмайды. Дегенмен басқа жақтан да қарастыруға болады. Екінші талап ол жергілікті атқарушы органдар тарапынан рәсімделген нормативтік құқықтық актілер жобасына сараптама жасау. Үшінші тарап жергілікті атқарушы органдар тарапынан кеңесші органдарына мүше болып табылу керек. Келесі талап ол кәсіпкерлікті дамытуға жасалған жобалары 2 жобадан кем болмау керек. Аккредиттеу ережесі мен оған қойылатын талаптар туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ресми веб-ресурсы Палата KZ сайтынан таныс болуға болады. Құжаттарды қабылдау мерзімі 10 ақпан мен 10 наурыз аралығы. Құжаттарды қабылдау мекен жайы Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы, Қызылорда қаласы Әйтеке би көшесі 28. Аккредиттеуге қатысты барлық сұрақтармен 40-09-81 байланыс телефонына хабарласуға болады. Республикада алғаш болып облысымызда микробизнес Қызылорда пилоттық жобасы жүзеге асуда. Аталмыш жобаның өзге бағдарламаларға қарағанда артықшылығы көп. Қандай ерекшеліктері барын келесі бейнесюжеттен білетін боласыздар. Аймағымызда өңірлік кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп, микробизнес Қызылорда пилоттық жобасын жүзеге асыру қолға алынды. Кәсіпкерлікті дамытып, әсіресе ауыл кәсіпкерлерін қолдау мақсатында жүзеге асырылатын жобаның артықшылығы, ауылда бизнес бастағысы келетіндер кепілдемесіз 10 миллион теңге көлемінде несие алып, кәсіп аша алады. Тек оларға кәсіпкерлік палатасының өңірлік бөлімшелері мен ауыл әкімдері сенім білдіруі қажет. Бұрын ауыл халқы кепілге қоятын мүлік таппай қиналатынын ескерсек, бұл сыр жұртшылығы үшін жасалып отырған үлкен мүмкіндік болып отыр. Аталмыш жобаның шапағатын көрген ауылдықтардың бірі Ғалымжан Әлсейітов. Ол өңірлік инвестициялық орталық арқылы 10 миллион теңге несие алып, 50 бас сиыр және оларға қажетті жем-шөп сатып алады. Ет бағытында жұмыс жасап отырған 800 бас елді мекенінде тұратын Тілеуқабыл шаруа қожалығының иесі болашақта бордақылау алаңын кеңейтсем дейді. Мен шаруашылық ашқым келді. Редистен 10 миллион теңге алдым. 8 миллион сиыр алдым. 2 миллион жем шөпке жұмсадым. Өйстіп осыны сөйтіп көбейткім келеді. Қазір соны бордақылап бағып жатырмын. Кезек табыс формуласы айдарында. Бұл жолы сіздер белгілі кәсіпкер Сейітқали Бегінманұлы Алшынбаевтың жоғары жетістікке қалай жеткені, ісін қалай бастағаны, қандай қиындықтарды жеңуіне тура келген жөнінде білетін боласыздар. Армысыздар, табыс формуласы айдарының бүгінгі қонағы өңірімізге белгілі кәсіпкер, білім меценаты номинациясының иегері, Нұрай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сейітқали
Бегманұлы Алшынбаев. Сейтқали Бегманұлы, сіз енді осы 20 жылдан астам уақыт осы кәсіпкерлікпен айналысып келесіз. Енді әңгімемізді ең бірінші қазір немен айналысып жатырсыз? Қандай бизнес түрімен айналысып жатырсыз? Содан бастасақ. Қазіргі біздің соңғы 5 жылдың көлеміндегі жасап жатқан жұмысымыз мемлекеттік жеке әріптестік. Бұл мемлекеттік жеке әріптестік мемлекетіміз басшысы тікелей барлық өңір басшыларына да біздің үкіметімізге де осы мемлекеттік жеке әріптестікті күшейту жөнінде нақты кешегі 100 қадамда да бағдарламалар тапсырмалар берілді. Неге? Бұнда бір үлкен мәселе себеп бар. Өйткені бюджеттік қаражатты барынша үнемдеу, кәсіпкерлікті дамыту үшін кәсіпкер өзінің бүгінгі 25 жылда жинаған қомақты қаражатын мемлекетпен жеке әріптестік құрып, осы келешек біздің ұрпағымызға жұмыс жасау үшін, қызмет жасау үшін, экономикамызды дамыту үшін осы мемлекетпен жеке әріптес құру арқылы осы бағытта осы соңғы 5 жылда біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Тоқталып айта кететін болсам, 2010 жылы бастаған мемлекет жеке әріптестік осы балапан бағдарламасының аясында 3 балабақшаны қостық жұмысқа. Бүгінгі күнде 3 балабақшада 270 қызметкеріміз бар, 860 баламыз бар. Бұл бағдарлама жалпы мемлекеттік жеке әріптестік жан-жақты тиімді. Бірінші мемлекет үшін, себеп мемлекет өзінің қаражатын салмайды. Мысалы, балабақша салу үшін ол қаражаттың барлығы жаңағы кәсіпкердің қалтасынан шығады. Бірақ мемлекеттің беретін үлкен көмегі барлық қызметкерлердің мемлекеттік заказ береді. Әр баланың артынан ақша келеді, еріп. Бұл өте үлкен жаңағы осы қаншама бағдарламалар бар біздің үкіметіміздің. Соның ішіндегі білім ғылым министрлігінің осы бір үлкен жемісін беріп тұрған бағдарламаны бір деп есептеймін. Ең алғаш бизнесті неден бастадыңыз? Соны есіңізге түсірсеңіз. Тәуелсіздігімізге биыл Құдайға шүкір 25 жыл толады. Мен өзім сол 25 жылдан бері бір ғана бағыт кәсіпкермін. Өйткені кәсіпкерлік саласын таңдағаннан кейін, осы салаға бой ұрғаннан кейін, осы саланың қиындығына да қызықшылығына көнгеннен кейін, осы сала біз үшін қара шаңырақ деп есептейміз, кәсіпкерлер үшін. Сондықтан осы қазір ең алғашқы кәсіпті неден бастадым деген кезде, сол кездерде ойыңа түсіргім келмейді кейбір кезде. Өйткені қиындықтар болды, көп қиындықтар болды. Жаңа айттық қой, заң болған жоқ, мемлекет тарапынан қолдау ол кезде енді мемлекетіміз аяғынан тұрып жатқаннан кейін енді жаңағы жан-жақты бағыттар болды. Сондықтан біз енді шынын айту керек, жаңағы ата бабамыздың бізді осындай жағдайға жеткізгені бұл жаңағы диқанкершілік, егін. Біз мынау өзі Шиелі өңірінің тумасы болғаннан кейін бізді керемет сол кезде қазір қолға алып жатыр. Көкөніспен айналыстық, қауын егу, жаңа көкөніс егу, оны еккеннен кейін оны өткізудің өзі қиын. Қай жерге апарамыз? Маған ең бірінші осы кәсіпкерлік саласына бағыт берген менің өзімнің Кеңес одағының кезіндегі жұмысым болатын. Мен сол кезде үлкен мекемеде жолаушылар автотранспорт кәсіпорнында жаңағы жабдықтаушы болып жұмыс жасадым. Кеңес одағының кезінде алыс жақын үлкен қалаларды көрдік. Бардық, Ресейдің барлық қалаларында, Түркменстан, Ашхабад, өзіміздің Бишкек, сол кездегі Қырғызстанға, сол кездегі сол жердегі үлкен заводтармен жұмыс жасадық. Сол маған осы кәсібіме, бизнеске үлкен бағыт берді. Бизнес болғаннан кейін оның қиындықтары да қатар жүреді. Сіз бизнес бастағанда қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Ол кезде қиындықтар болды, себебі Ресейдің алыс жаңа облыстарына машинамен зат жеткізу. Бұндай батыс Қытай, батыс Европа жол жоқ. Жолда әртүрлі келеңсіз жағдайлар болады. Оның барлығын мен енді ашық айтпай қояйын, кәсіпкерлер өздері біледі. Сонда осы жерден мысалы
Архангельск деген қала 5200 шақырым. Мынау Москва 3000 шақырым. Сол қалалардың барлығына біз осы жолменен, қара жолменен барып жүрдік. Сол жаққа зат апардық, ол жақтан бері қарай зат алып келдік. Соның барлығы ол кезде, шындығын айтқан кезде, бір жаңағы күнкөрістен басталған тіршілік болғанмен, кейін ол қалыптасып, үлкен бизнестің, барлық бизнестің, қазіргі мықты кәсіпкерлердің барлығы сол мектептен өткен. Бұл кәсіпкерлер үшін үлкен мектеп, сол мектептің сатысынан өту керек, сондай қиындықты кәсіпкер көру керек, маңдай терін тамшылатып тұрып еңбек жасау керек, сол кезде барып оның жемісі болады. Сейтқали Бегманұлы, сіздің ойыңызша осы кәсіпкерлікте жетістікке жетудің бір белгілі бір қағидаттары бола ма? Жалпы кәсіпкерліктің жазылмаған бір тылсым, жазылмаған тылсым заңы бар. Күш деп айтсақ болады. Неге? Егер сіз біреуді өзіңіздің жеке мүддеңіз үшін алдайтын болсаңыз, тек қана өзіңіздің жеке мүддеңізді қорғайтын болсаңыз, ол кезде өзіңіз байып, сіз табиғат берген жаңағы болмысыңыздан ауытқитын болсаңыз, онда ол кәсіптің ешқандай берекесі жоқ деген сөз. Адам болған сайын төмендеу керек. Жалпы адамның табиғатына жақсы жататын қасиет ол қарапайымдылық. Сол қарапайымдылықты барынша бойыңда қабылдай біліп, соны ұстай білетін болсаң, ол үлкен әрине сабырлық бір жағынан, ол осы кәсіпкерліктің қағидасы осында деп ойлаймын. Кейбір кісілерде енді әркім әртүрлі ғой. Мысалы қолына қомақты қаражат түскеннен кейін, немесе байығаннан кейін оның мінезі, жалпы ұстанымдары, өмірге көзқарастары өзгеріп жатады. Өзіңіздің өмірге көзқарасыңыз, жалпы ұстанымыңыз өзгерді ма? Мен өзім ойлаймын, осы кәсіпкерлікті бастағанда да немен басталғанын, қалай, қай жолда келе жатқанымызды, қандай жол таңдағанымызды әрбір кәсіпкер өзі біледі. Жалпы адамның байлық үшін, барлық үшін өзгеруі, ол былайша айтқан кезде кешірілмейтін күнәнің бірі. Менің көзқарасым бойынша өзім солай есептеймін. Себебі дүниемен, байлықпен, барлықпен ештемені өлшеуге болмайды, өлшей алмайсыз да. Бүгінгі күні 21 ғасырда ешкімді сондай бір байлығыңызбен таңдандыра алмайсыз. Өйткені қазіргі жастардың да, қазіргі біздің Қазақстан тұрғындарының да көзі ашық оқыған, барлығы жалпы халық сыншы, халық білет кімнің қай жолдан немен бастағанын. Мен мысалы осы 25 жылдың ішінде қанша ғимарат салдық, бізде балабақшамыз болсын, жаңағы қонақ үйіміз болсын, бизнес центріміз болсын, жаңағы сауда үйіміз болсын, мен бірде-бір дайын ғимаратты сатып алып, соның ішіне кірген адам емеспін. Мен өзім сол нөлден бастап, соның қиындығына да, қызығына да, сол шыжығына да көніп жүрген азаматтың бірімін деп өзім есептеймін. Сіз сынға қалай қарайсыз? Мен өзім сынды өте жақсы қабылдаймын. Сын түзелмесе, мін түзелмейді. Сондықтан бірінші, әрбір азамат өзіне есеп беру керек. Өзінің азаматтығының алдында, өзінің жанұясының, өзінің мекемесінің, елдің алдында, әрбір азамат, әрбір басқан қадамына сынмен қарау керек деп есептеймін. Өйткені әрбір жалпы біздің қазақтың болмысы да, жаңағы мәдениеті де өте жоғары. Сондықтан біз содан асып кетпеуіміз керек. Әр уақытта сынды дұрыс қабылдай білуіміз керек. Сыннан нәтиже шығару, ол да бір азаматтың ерлігі. Кәсібін енді бастағысы келетін азаматтарға, жалпы жас кәсіпкерлерге қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Бізде қазір осы орта буын ағалар болғандықтан жастарға біз ойлана қараймыз.
жастар қазір өте білімді, жастар өте тәрбиелі, жастар өте көз ашық. Жастардың дұрыс жол таңдауы, жалпы жастардың бұрыс жол таңдауының өзіне біз жауаптымыз. Біз осы орта буынды ағалар. Өйткені бізге қарап олар бой түзейді, бізге қарап ой түзейді, біздің басқан қадамымызға қарап олар бойын тіктейді. Сондықтан мынау кәсібін жаңа бастап келе жатқан өзіміздің осы әріптестерімізге айтатыным, қазіргі бүгінгі күні елімізде жасалып жатқан нақты тың жобалар бар. Бізде мемлекетімізден сол жалпы тың жобаларға жасалып жатқан, бөлініп жатқан көптеген қаржылар бар, ауқымды. Сондықтан осы бағытты ұстана отырып, тың бізде не жетіспейді? Біздің кәсіпкер саласында ең құнды нәрсе ол идея. Тың идея болса, жақсы тың идеяны ойлап табады, соны ары қарай іске асырады, сол проектіні өзі қорғайды, соның жемісі болады. Сейтқали Бегманұлы, алда қандай жоспарларыңыз бар? Біздің сыр елінің табиғаты бұл ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына айналған. Біз енді қазір қараңыз, 1860 баламыз бар, 300-ге жуық балабақшада қызметкер бар. Біздің Нұрой мекемесінде қанша қызметкеріміз бар? Ол 1000 адамға жаңағы асырау, ол үлкен жауапкершілік бізге. Сондықтан біз сол жаңағы барлық көкөнісі болсын, еті болсын, сүті болсын, жаңағы жұмыртқасы болсын, тауығы болсын, осы балалардың есін біз өзіміз қамтамасыз ету керек. Мендегі үлкен мақсаты осы қазір. Сейтқали Бегманұлы, өзіңіз 5-ші шақырылған облыстық мәслихат депутаты болдыңыз. Сіз енді сайлау алды бағдарламаңыз болды ғой. Осы сайлау алды бағдарламаңызды қаншалықты деңгейде орындап үлгердіңіз? Және осы бағдарламаның ішінде өзіңізге бір жақындау, мен осыны толық дәрежеде орындап болдым деген ойыңыз бар ма? Мен сайланғаннан кейін, 3 айдан кейін 90 елді мекендегі мектеп апаттық жағдайда деп ол жабылды. Құқық қорғау органдары оны жапты. Ол өте дұрыс шешім болды құқық қорғау органдарынан, себебі ол мектеп апаттық жағдайда болып жаңағы құлап жататын болса, ол жерде өкінішті жағдайлар болуы мүмкін еді. Мен сол кезде көп ойландым. Мен енді ғана сайланған депутатпын. Ол заң жоқ. Апаттық жағдайда тұрған облыс бойынша 79 мектеп болды сол кезде. 79 мектептің 79-шы орында, ең соңғы орында осы 96 мектебі тұрды. Енді оны бірінші орынға апару мүлде мүмкін емес. Өйткені қатықпаған қағида, депутаттардың шешімі, жасаған қаулысы ол шешім. Сондықтан бұл жерде мен жан-жақты іздендім. Өйткені сол жерде оқушы балаларымызға, ұстаздарға, сол 90 елді мекенінің тұрғындарына өте бұл ауыр соққы болды деп айтуға болады. Өйткені мектеп жабылып қалғаннан кейін 8 шақырым Абай елді мекеніне сол балалар 1,5 жыл қатынап оқыды. Күн түн демей 1 жылдың ішінде 1 жылға жетпей сол мектепті салып бітірдік. Өйткені бізде үлкен жауапкершілік болды, үлкен жауапкершілікті ақтадық. Сейтқали Бегманұлы, бізге уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Әрі қарай да жұмысыңыздың жемісін көре беріңіз деген тілек айтқымыз келеді. Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлер үшін сервистік қолдау компонентінің басталғандығын хабарлайды. Бұл бағыт бойынша ұсынылатын қызмет түрлері төмендегідей. Кәсіпкерлер үшін сервистік қолдау компоненттері: бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты қызметтер, кедендік рәсімдер бойынша қызметтер, менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру және бүкіл процесті толық сүйемелдеу,
заң қызметтерін көрсету, маркетинг мәселелері бойынша қызметтер, ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы консультациялар, мемлекеттік сатып алулар мен ұлттық компаниялардың және жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларына байланысты көрсетілетін қызметтер. Менеджмент сұрақтары бойынша қызмет көрсету. Облыстық кәсіпкерлер палатасы барлық ниет білдірушілерді бизнес кеңесші жобасы аясында 2 күндік тегін оқыту семинарына шақырады. Оқу 25 ақпаннан бастап облыстық кәсіпкерлер палатасында және аудандарда кәсіпкерлер палатасы филиалында орналасқан кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында өткізіледі. Оқу курсының қорытындысымен қатысушыларға сертификат беріледі. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Олай болса, әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.